Баршаларыңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай жыртылмайтын, езілмейтін әдемі қамыр илейміз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен салқын суымызға тұзымызды салып, араластырып аламыз. Одан кейін бір дана жұмыртқамызды салып, ұнға біріктіріп аламыз. Сосын аз-аздан суымызды құйып, қасықтың көмегімен ұнымызды араластырып аламыз. Суды бәрін бірден құймаймыз. Осылай видеодағыдай аз-аздан құйып шығамыз. Қамырымыз қатты болу қажет, жұмсақ болмасын. Шайған кезде ыңғайсыз болады, сорпаға салғанда езіліп кетеді. Дайын қамырымызды 10-15 минутқа демалдырып аламыз. Демалған қамырымызды тағы да илеп, тағы да 20-15 минутқа демалдырып аламыз. Қамырымыз демалған сайын жайғанда ыңғайлы болады. Әдемі жайылады, жұқа болып. Қамырымыз дайын болды. Осылай қолымыздың көмегімен көлемін үлкейтіп аламыз. Одан кейін оқтауымызды алып, тек қамырдың шетімен ғана жұмыс жасаймыз. Бар салмағымызды салмаймыз. Арасына ұн себелеп, қамырымызды осылай жайып аламыз. Осы видеодағыдай қылып елесеңіздер, қамырыңызды қанша көлемін үлкен қылып жайсаңыз да жыртылмайды, жұп-жұқа қамыр болып шығады, осындай әдемі болып. Қамырға бар күштеріңізді салсаңыздар, осылай оқтауға орап илеген кезде қанша ұн салсаңыздар да жабысып қалады. Жабысқан қамырымыз бір шеті жыртылып, жұқа болып кетуі мүмкін, немесе қалың болады бір қапталы. Сол үшін бар күшімізді салмай, сөйтіп дәл видеодағыдай қылып, жұп-жұқа қамыр илеп шығарамыз. Сорпаға салғанда әдемі, жабыспайтын қамыр болып шығады. Маған уақыт бөліп видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Қағаз секілді әдемі қамыр жайылып шықты.